2023 жылы көкекте SpaceX компаниясы Starship ғарыш кемесінің ұшу сынағын өткізеді. Бұл оның бірінші сатысы Super Heavy аса ауыр зымыранының алғашқы ұшырылымы. Метан жағатын 33 Raptor 2 қозғағышымен жабдықталған үдеткіш 7680 тонна-күш тартым өрбітеді. Техастағы Starbase кешенінен көтерілген үдеткіш Starship S24 прототипін ғарышқа шығарған соң, Мексика шығанағына басқарылатын режимде қонуға тырысады. Бұл B7 үдеткіші қайта қолданылмайды. Бұл кезде Starship 235 км биіктікке жетуге ұмтылады. Оның қозғағыштары ұшудың 9 минут 20 секундында өшіріледі. 1 сағаттан астам өз инерциясымен ұшқан кеме тынық мұхит үстінде қайта атмосфераға енеді. Жерді бір толық айналып шықпаған Старшип Гавай аралдарының бірінен 225 километрде үлкен жылдамдықпен суға құлайды. Ол атмосфераға енгенде қозғағыштарын қайта қоспайды және басқарылып қонуға әрекеттенбейді. Сынақтың мақсаты үдеткішпен кеменің ғарыштағы жұмысы жайлы мәлімет алу. Осының көмегімен келесі сынақтарда оларды қондыруға әрекет жасалады.